Құрметті мұғалімдер, шенеуніктер, полиция өкілдері, жалпы өрт сөндіруші саласында жұмыс жасайтын адамдар, жалпы үкімет саласында жұмыс жасайтын адамдар, сіздер Инстаграмда Threads приложениясында өтірік мен Конституцияны қолдаймын деп өтірік жазбай ақ қойыңдар. Мен түсінемін, қазір бастықтарын жазып жатыр, директорларын жазып жатыр, WhatsApp чаттарда сіздерге осындай нұсқаулық беріп жатыр. Білем да, мен бәрін білем да. Бірақ ең біріншіден ел тағдырын ойлаңдар. Ел тағдыры не болмақ? Барлығы президентке өтетін болса, ол өз-өзін сайлайтын болса, жаңағыдай прокурорларға, үлкен шенді азаматтарға қылмыстық іс ашылмай, ол қылмыстық іс үшін рұқсат тек қана президенттен сұралатын болса, ол дұрыс емес. Дін мемлекет тарапынан қадағаланбайтын болса, ол да бар, Конституцияда қателеспесем. Соның барлығын сендер дұрыстап зерттеңдер. Бұл жерде тек қана қазақтың тілі ғана емес мәселе диктаторлық мемлекетте. Сондықтан балаларым бар, болашақтарым бар. Елдің барлық табиғи ресурсы барлығы сатылып жатыр. Бүгін сенің тіліңді өлтіріп жатыр, көшеге шығарғызбай жатыр, білімді азаматтарымыздың аузын жауып жатыр, сіздерге осылай қысым жасап жатыр да. Ешқандай мүмкіндік бермей, сіздер үшін жаңағыдай қысым беру арқылы осындай Конституцияны қабылдатқызып қоймақшы да. Сондықтан бұл нәрседен бас тартыңыздар. Сіздердің құқықтарыңыз бар. Бір мектептен 80 мұғалімді бірден шығара алмайды олар жұмыстан. Я болмаса 25 өрт сөндірушіні бір отделениеден олар шығара алмайды. Барлығыңыз қазақ болып тұрып жоқ деп айтып үйреніңіздер.